Мен Ақмола облысы Бұланды ауданы Қаразек ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Қызырбек Сырым. Сәкен Сейфуллин оқжетпес Бурабай жұмбақтас. Көк торғын Көкшетауды мұнар басқан, Кербестау көкке бойлап бұлттан асқан, оқжетпес етегінде бейне найза адамзат жасағандай құйған тастан, тау бүркіт көк қаршыға көкте қалқып, шарықтап шаңында ойнап шаңқылдасқан, қызықты Көкшетаудың ертегісі сілекей ағызады сырлы дастан. Оқжетпес Бурабайдың жағасында, күн батыс тауға кірген сағасында, басында кептер кебін қыз жырлаған аңғал құс көлдің жиек тағасында. Бурабай таудың шұңғыл шарасында, әлгі құз оқжетпеспен арасында, ұлылы кішілі боп көлге төнген өңкей құз күміс көлге жарасымда. Оқжетпес кербез сұлу боянбаған, келіліп кермеу татып оянбаған, айнаға алдыңдағы мәңгірі қап, өзінің көркіне өзі тоялмаған. Аңғал құз оқжетпестің етегінде, ботадай болшай нардың жетегінде, бұл күнде көлдің суы құзды ораған, дәл сол құз екен көлдің шеті күнде. Әлгі құз жұмбақтас деп аталыпты, солайша қалмақ қыздан баталыпты.